Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығында мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының кезекті саны. Әдеттегідей оның жүргізушісі мен Құралай Алтынбекқызы. Мен бүгін өзімді Қазақстан Республикасының әскери теңіз күштері 29-011 әскери бөлімінің әртекті кеме дивизионында матрос ретінде сынап көремін. Ендеше кеттік. Әскери теңіз күштерінің құрылымы Қазақстан Республикасы президентінің 7 мамыр 2003 жылғы жарлығына сәйкес құрылған. Негізгі әскери қимыл аудандары Каспий теңізінің шекара аймақтары. Қазақ әскери теңіз күштерінің жалпы саны 3000 адам және 14 кеме қызмет көрсетеді. Бүгін біз баратын кеме Қазақстан деп аталады. Әскерге борышын өтеуге келген сарбаздар осы кеменің ішінде 1 жыл тұрады, ал олардың күні таңғы сағат 6:30-да басталады. Жеке құрам ұйқыдан тұр. Осындай ұйқыдан тұр деген сөзді естігеннен кейін сарбаздар ұйқыларынан оянып киіне бастайды. Әдетте бұл 1 минутқа жетпейтін уақыт алады, өйткені әскерде тәртіп солай темірдей қатты. Осылайша таңғы жаттығу басталады. Бұл жерде барлығы сағаттың қағысындай өз уақытымен, өз тәртібімен өтеді. Әр экипаж мүшесінің атқаратын қызметі бар. Барлығы сол ережеге бағынады. Павлодардан келген қатардағы жауынгер матрос Алмаз Айғазинов та мұндай тәртіпке үйренген. Туған жерінде теңіз болмаса да, әскерге келгелі теңіздің жағасында әскери кемеде тұрып келеді. Мұнда атқаратын өзіндік міндеттерін де өте жақсы біледі. Мен бүкіл корабльдің темасына жауап беремін. Ол корабльдің жүрегі ғой, айтқанда. Дизель генераторлық отделенияның 2 дизель генератор үшін жауап беремін, және де қалған системалардың бәрі сол жерде орналасқан. Жаттығудан кейін таңғы асудан соң ту көтеру рәсімі болады. Экипаж туға тік тұр. Туды көтер. Еркін тұр. Мұндай рәсім күнде болады. Ту көтеру рәсімінен соң мен кеменің машиналық бөліміне келдім. Мұнда кеменің жүрегі басты қозғалтқыштар орналасқан. Түске дейін маған электромеханикалық жауынгерлік бөлім командирі Руслан Кунаков кеменің жүру механизмін көрсетіп түсіндіріп берді. Бұл кеменің номер 5-ші отсек. Бұл машиналық бөлім. Осында 2 бас қозғалтқыштар орналасқан. Олар реверс редуктор арқылы кемеге қозғалыс береді. Машиналық бөлімнің жұмысымен танысып жүргенде түстенетін уақытта келіп қалды. Әскери теңіз күштерінің матростары осылай түстенеді. Біріншіге горох ботқасы, екіншіге палау және қасында салаты да бар. Барлығымызға ас болсын. Түстеніп болған соң машиналық бөлімге қайта оралып, мұнда қозғалтқыштардың майын тексердім. Машиналық бөлімдегі бас қозғалтқыштың реверсивтік редукторы. Мұндағы матрос ретінде мен майын тексеретін боламын. Майы жақсы деңгейде екен. Қазір 2-ші рет бұны майын тағы да тексеремін. Бұл жолы мен майдың деңгейін тексеремін. Мұнда
Ал былай күннің жарығына ұстаймыз. Осы жердегі екі сызықтың ортасында тұру керек ма? Мына жерде камерада көрсетіп тұр ма? Көрсетіп тұрған жоқ па? Міне мұндағы екі сызықтың дәл ортасында тұр екен ме? Барлығы да орнында. Енді бұны мен қайтадан орнына саламын. Аға лейтенант мырза, жағармай қалыпты деңгейде. Қабылдадым. Бүгін әскер қатарындағы матростың туған күні екен. Оны жеке меншік мерекесімен қатар жеткен туған күнімен құттықтады. Осылайша менің матрос ретіндегі бір күнім өз мәресіне жетті. Бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Құрметті көрермендер, осымен мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының бір күні аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.